Мен сені сүйемін. Мен сен үшін бұл өмірде ештеңені аямаймын. Және өмір бақи алақанымды аялап өтемін. Сен соған сенесің бе? Ау. Түсінбедім. Қайда? Немене? Сасық. Топас. Не болды сонша бақып? Бұтына жіберген балақсың. Шірік, сен не істеп жүрсің мұнда? Тағаңдып жүрсің бе мені? Кім? Мен баңдып жүрген? Енді кім? Қайда ол сен? Соңынан ерген күш құсап, сүмеңдеп қалмайсың. Қораң ішіне мені сасып кетті десем, сен екенсің қаузында. Ай, құдай, ай. Есекпен бірге бір қорада түнейін деп кім ойлаған? Данышпан! Не болды? Ол есек емес, қой, көзіңді ашып қара. Топас екенің тағы да дәлелдедік ба? Есек ол сенсің, сен! Кішкене аузыңды жай аш. Қазір есінен қой тұншығып өледі. Опана, анан қара, сөйлейтін есек, ана мультфильмдегі қалай әлгі? Шірек жүрген жоқ па жақын жерде? Шірек емес. Шірік жүр. Не деп тұрсың? Аузыңа ие бол, ұқтың ба? Сен бірінші аузыңды еске бол, содан кейін сөйлейсің. Мен саған қазір жүдірдім ескедім. Еске боласың ба? Қозғалма! Болды, атпаңыз ата. Сабыр ата. Қолдарын көтеріңдер. Қозғалмаңдар. Мұнда не қып жүрсіңдер? Біз өте. Ата, бір жағдайға тап болдық. Осы жерге қонуға тура келді. Соқпа тұрықса, сендер мал ұрлап жүрсіңдер. Жоқ, қайдағы мал ата? Милиция! Ата, милицияны шақырмай тұра тұрсыз. Қазір мен сізге барлығын түсіндіріп айтып беремін. Ал, қане, тез жөндеріңді айтыңдар. Ата, менің атым Мақсат. Мына сілімтіктің аты. Өзің сілімтік. Не? Сілімтік дейді ғой топас себе. Тоқтат! Ей, өңшаң миғылалар! Мен сендерге қазір нақты сұрақ берем. Ал сендер нақты жауап бермесеңдер, бастарыңа бұдыраны үйіп берем, білдіңдер ме? Сен кімсің? Менің атым Арман. Ал сен сүмелек. Мен Мақсат. Ал сілімтік пен сүмелек мұндан не істеп жүрсіңдер сендер, а? Ата, мен сізге барлығын түсіндірейінші. Біз негізі жұмыс бабымен келгенбіз. Осында қонуға тура келді. Соқпа тұрықша. Қайда келіңдер? Көш жолдан. Соқпа. Қандай мақсатпен? Жұмыспен. Қандай жұмыс? Компьютер технология патенттеу және гендерлік саясаттағы қатынасы пропорциялар. Не? Не етіп кеттің? Ақмақ қолдай салсаң өлесің ба? Дұрыстау бірден ойлап таппайсың ба? Енді қиналған кез аузыңа сөзе түспейді ғой? Торымызды. Ата, өтінемін сізден, тоқтай тұрыш. Мен сізге барлығын түсіндіріп айтып беремін. Негізінде ол былай болған. Біз негізі қаладағы ауқатты адамдармыз. Бәс десеміз деп осындай жағдайға тап болдық. Біз ұрымыз. Айттым ғой мен. Байла. Кімді? Бір-біріңді байла. Кішкене, ақырын байламайсың ба? Қолым арып кетті. Менікі де. Қайда білейін? Мылтық кезен тұрғаннан кейін қорқып кеттім. Ата, ешқайда қашып кетпейміз ғой. Отырсақ бола ма? Ата, аяғымыз ауырып кетті. Қазір участковый келсін, 4-5 жыл асықпай отырасыңдар. Ата! Қазір! Сізге келіп тұр. Мұнда кірмей қой. Келе жатырмын. Ата. Ал сендер. Тыныш тұрыңдар. Жарайды. Уағалейкум ассалам. Ассаламуалейкум, Дәулет. Боранбайұлы. Сен айтсың бәне. Сүргемеш аузың сасық. Кімдің? Сенің жетіп тұрған жоқ. Ой. Самал, біраз болды көріспегел. Бой жетіп қапсыз ғой. Кеше ғана көрістік қой. Иә. 18 жылға татиды өзінсіз өткен бір күнім деп қояды дейді. Бәрі чеки ма? Не шаруа, Дәулет? Үйде
семішкімай бітіп қапты. Сол сіздердің дүкендеріңізді бар болса алып кетейін деп келіп едім. Самал, бар алып келе қойшы балам. Жарайды. Айта бер. Сарғанды. Әңгіме былай. Дүкен істеп тұр. Қорада мал тұр. Неге? Менің қалтам бос тұр. Былай түсінсеңші енді. Түсінем. Бәрін түсінем. Ақша сұрадыңдар. Бердім. Бұны бірден төлей алмайым. Айға бөліп бер дедім. Оған да көндім. 3 ай болды. Аманата, ақша қайда? Не істейміз енді? Балам, қазір менің жағдайым онша болмай тұр. Енді өзің білесің, мына дүкенде сауда жүрмей тұр. Ауылда ешкімде ақша жоқ. Аманата, Не? ауылда бәрі. Чики. Үйтіп маған жала жабудың қажеті жоқ. Білеміз ғой енді, бірақ түсінсеңші енді мен де. Аманата, сіздің ұлыңызға менен ешкім ақшал деп айтқан жоқ. Ол сіздікі ма? Иә. Демек, қарыз да сіздікі. Бірақ қазір менің саған беретін ештеңем жоқ. Қалай ештеңе жоқ? Берем десеңіз, алатын нәрсе бар. 3 күн. Аманата, 3 күн. Ақшаны орнына қоймасаңыз, үйіңізді бересіз. Үйді? Мен сізге қатты жаным ашиды. Ұлыңыздың жүрісі анау. Сізге жақсы, демеу, тіреу болатын күйеу бала керек. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Күйеу бала болуға дайынмын деп айтайын деген ғой. Сен өзің не айтып тұрсың өзің, а? Ата? Самал. Рахмет. Көп рахмет. Көп рахмет. Аманата, ойланыңыз. 3 күн уақытыңыз бар. Бәрі чики болсын. Сау. Боссыңдар, кете беріңдер. Кімдер болсаңдар да бар, кете беріңдерші, айналайын. Сендер сізде проблема бастан асып жатыр. Ата, менің ойымша, сіздің проблемаңызды оңай жолмен шешуге болатын сияқты. Айналайын. Кет дегенде аман есегіңде кете қойшы. Ақшаны қайдан табам деп отырса адам. Ата, егер проблемаңыз ақшамен шешілетін болса, ол проблема емес, жай ғана шығын. Түсінбедім. Ата, сіздің дүкеніңіз бар. Солай ма? Иә. Сол дүкенді маған сеніп тапсырсаңыз, мен 1 аптаның ішінде 1 айлық табыс табамын. Сосын ана қарызыңыздан оңай құтылып кетесіз. Бірақ бір талабым бар. Ол үшін маған жатын орнымен табыстың 15% бересіз. Ата, егер маған тапсырсаңыз, мен оны 5 күннің ішінде 1 айлық табысыңызды тауып беремін. Және де жатын орнымен айлықтан 10% аламын. Қиялисыңдар ма немене? Бұл ауылда біреу бірден анатын болса, ана дәулеттің дүкенінен бар болады. Мына ауылдың шетінде тұрған дүкенге кім келеді? Ата, уайымдамаңыз. Ең бастысы дүкенді білікті маманға тапсыру керек. Білікті маман мен. Ол мен. Жоқ, мен. Сондықтан маған тапсырыңыз. Айтып тұрмын ғой ата, сеніңші 10 есеге көтеремін. Мен 15 есеге көтеремін. Стоп. Жаңа ғана ұрлыққа түсіп, қамалып кете жаздаған жоқсыңдар ма? Қайдағы сауда, қайдағы бизнес айтып тұрғандарың? Сатылмайтын зат жоқ. Саталмайтын адам бар. Айтыңдаршы. Неге мен сендерге сенуім керек, а? Міне, қалай? Бастаймыз ба? Жұмысты көруге болады. Кірісеміз ба?
кірісейік. Болды. Сәлеметсіз. Не аласыз? Маған бір сіріңке бересіңізші? Сіріңке? Міне. Тағы не аласыз? Болды, рахмет. Құр сіріңкемен не істейсіз? Тамақсың? Қазы қартасасыз ба? Палау пісірейін деп жатыр. Палау. Бәрекелді. Сіз палауда Ақмаржанның алтын сортынан пісіретін шығарсыз, Жоқ, ол қандай сорт? Білмейсіз ба? Кәдімгі Қазақстанның атынан шетелге шығатын жалғыз экспорт. Осы Ақмаржанның алтын сорты ғой. Қараңыз. Көрдіңіз бе? Жазуларда ерекше. Мен қалада туған бауырым бар. Осы зауытта жұмыс істейді. Өткенде мен қалаға барғанда мені шақырып алып, егер де күріш алатын болсаң, осы Ақмаржанның алтын сортынан алыңдар деді. Содан Венгрияға кетіп бара жатқан пойыздан 10 шақты қабын түсіріп алдық. Және мына Фармонийдің приправасымен бірге. Және асхана дейсіз бе, ауыл дейсіз бе, қала дейсіз бе, әрбір ас үйде осылардың 4-5 отырады. Ассалаумалейкум, бауырым. Уалейкум. Мен көрші ауданнан келіп тұр едім. Ешбір дүкенде жоқ, бір холестерин аз май бар екен ғой. Бар, бізде бар, иә. Қанша бар? 10 шақты бөтелке. Барлығын бер маған, мен тағы да тапсырыс беремін. Жарайды. Үйбе? Қандай адам ме? Кезекке тұрмайсың? Тұрмыз ғой. Мына майлар маған берсеңіз, мен аласам. Онда қалған 8-ін мен алам, сіз мынаны ала беріңіз. Қозысашы, 8-ті бәрін мен аласам. Жарайды. Ең құрмасана семейдің сәбізі бар ма? Испанский сорт па? Кәдімгі кукарача. Кукарача. Бар ғой. Берші соны. Міне. Маған кукарику. Кукарача. Онда маған ана, неден бересіңші? Неден? Маған да содан бере сал. Міне. Ой, рахмет. Сіріңке алмайтын бедіңіз? Жоқ, керек емес, рахмет. Келіп тұрыңыз. Мәссаған. Кім болсаңдар да әңгімені жібереді екенсіңдер, Көрдіңіз ғой ата. Егер де дүкенде маған тапсыратын болсаңыз, мол пайдаға кенелесіз. Ал егер менімен жұмыс істесеңіз, тек қана табысқа кенелесіз. Ал табыс менің екінші атым ата. Өтірік соғады. Былтыр менің компаниям, мынаның компаниясына қарағанда табысы 2 есе тапқан артық. Сен маған олай артық әңгіме айтпай қой. Ол фора болатын. Фора деген әшейін сылтау. Фора! Тоқтатыңдар. Ми ашып кетті ғой өзі. Қайсымыз қаламыз, соны өзіңіз шешіңізші. Ата, шешім қабылдайтын сіз. Сондықтан да шешім сізден, келісім бізден. Келістік. Бірақ, мынандай бір мәселе бар. Жататын орын біреу ғана. Сондықтан мен біреуіңді ғана қабылдай аламын. Сонда қалай, қайсымыз көшеде аламыз? Оны былай істейік. Мына дүкенге кірісіңдер. 3 күн уақыт берем. Кім сауданы көп жасаса, дүкенді соған тапсырам. Содан кейін жататын орын берем. Ары қарай жүріп жатса, табыстың да бір 10%-ын беруге келісіп қалармын. Келістік. Келістік онда. Ал, жүріңдер үйге. Алдын ала шарттарды белгілеп алайық. Ережесіздің берекесі кетеді. Иә. Саудан кезек-кезек жасаймыз. Ол үшін алдымен өзіңе жатын орын тауып. Бәрі де түсінікті ме? Бомж болуға дайындала бер, балақай. Ой, бомждар. Ата. Түрлеріңе қарасам, бомж сияқтысыңдар. Кіріспес бұрын әуелі жуынып, мына киімдерді ауыстырып алыңдар. Ай, тез етіңдер. Бұл біріншіден. Иә. Екіншіден, қазір мұнда менің немерем Самал келеді. Ол сендерге мына жұмыстың барысын түсіндіретін болады. Бірақ ескертемін. Егер де менің немеремнің басынан бір тал шаш түсетін болса, онда сендердің бастарыңа 10 тал тесік түсетін болады. Тура өлтірем, білдіңдер ме? Түсіндірді. Ата? Оу, Самал, келе қой қызым. Міне менің немерем Самал. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Ал онда кірісейік. Былай істейміз, Самал. Біріншіден, біз ребрендинг өткізуіміз қажет. Яғни, жылдам әрекет ету жағын қолға алуымыз керек, ал клиенттер, тұтынушылар нені қажет етеді, соны әбден зерттеуіміз қажет. Және леверидж өткізу керек. Мен брендтік сторителлингіне басты назар аударатын едім. Не нәрсеге? Есіңде сақташы? Сторителлинг. Яғни оны платформа арқылы өткіземіз. Бұл бизнесте геймификацияны жүзеге асыру керек. Нарықтық сегменттерді басты нысанаға алуымыз қажет. Яғни бір ауыз сөзбен айтқанда таргетинг. Кешіріңіздер, мен сіздерді түк түсініп тұрған жоқпын.
Қарапайым тілмен түсіндіріңіздерші. Ой, ол қарапайым тіл енді қалай десе екен, клиент табу керек қой. Дүкеннің атын өзгерту керек. Аманатаның жаңа дүкеніне келіңіздер. Акциялар жеңілдікте сармай сатып алсаңыз құйрықмай сыйлыққа. Ой, бәрекелді. Құрметті клиенттерге жеңілдіктер, азық-түлік бағасы басқа дүкендерден төмен. Ауылдағы ең үздік баға біздікі. Сәлеметсіз бе? Аманата дүкеніне қош келдіңіз. Бізде барлығы төмен бағамен беріледі. Сонымен не қалайсыз? Палау басайын дегенем, май таусылыпты үйде. Сіздердің қағаздарыңыз оққан соң келгенім ғой. Май тамаша. Бізде бүгін акция. Егер де бір май алсаңыз, құйрық май бізде қосымша сыйақыға, яғни тегін беріледі. Рас па оныңыз? Рас. Палау пісіру үшін де күріш керек шығар, я? Егер де бізден күріш алатын болсаңыз, мына маймен керемет піседі. Жарайды, бір келісін беріңіз. Бір келесін. Міне, тұз бар шығар, әлде жоқ па? Ұмытып кеттім, тұз бере салыңыз. Тұз, жарайды. Тұз бере ғой. Сонымен сізден 780 теңге. Самалжан жазып қоя сал, айлықтан берермін. Жарайды. Сәуле, тәте. Бар өнерің осы ма? Арман. Тұр олай. Нағыз профессионал бұлай жұмыс істейді. Ал көреміз. Қалай жұмыс істейтін. Ассаламалейкум. Маған шұжық пен су берші. Бересіз жүрсің. Сізден 1900 теңге. Ақшалай бересіз бе жоқ, айлықтан бересіз бе? Мә, ақшалай берейін. Қойсы. Өтте дұрыс, көп-көп рахмет. Келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. 30 секундтың ішінде 1900 теңге. Көрдің бе? Осылай жұмыс істеу керек, нағыз профессионал. Клиентке ешқашан менсінбей қарауға болмайды. Білем, сенсіз де білем. Үйретпей қойшы адамды. Мен қазір келемін. Ұтылдың. Мен ба ұтылған? Әлде талай. Қызыға? Не? Емтиханға дайындалып жатсың ба? Жоқ, мектеп бітіргеніне 3 жыл болған. Онда неге жоғары оқу орнына түспедің? Оқым келеді. Бірақ атамыз жалғыз қалдырғым келмейді. Қимайым деші. Мамандық таңдадың ба? Иә, мұғалім болғым келеді. Біздің ауылда мұғалімдер өте аз. Осы сендер мақсат екеуің неге үнемі бәстесіп ерегісіп жүресіңдер? Араларыңда соншалықты не болған? Ол ұзақ әңгіме. Сосын айтарым. Жарайды. Сәлеметсіз ба? Сауда қалай? Ештеңе сатпадым, нан ғана саттым. Неге? Жаңа дүкен ашылып, барлық сол жаққа барып жатыр. Қандай дүкен? Аманата деп аталады. Міне жарнама қағазы. Аманата? Аманата. Бар. Қандай дүкен екен көріп кел барып. Ал мына жерде кімді қалдырам? Бұл жерді қайтесін бәрібір ешкім жоқ. Бар сай бар дегеннен кейін. Мынау не? Жаңағы дүкеннен азық-түлік алдым. Басың істей ма? Бұның бәрін не алмақшысың? Қалай алғанымды өзім де түсінбей қалдым. Оларда акция жүріп жатыр. Май алсам, құйрық май сыйлыққа берді. Ол доғар енді. Құйрық май сыйлыққа берді. Бүгін ешкім жоқ қой. Кішкене сабыр сақтайық, келеді ғой. Мен сен секілді сабыр сақтай алмаймын. Бұның себебін анықтауым керек. Самал, мен қас келем. Тоқташы. Еш бер. Бер кет. Бер кет. Бұдан қараңдар. Мүлдем фантазиялар жоқ. Тура біздікінде акция істепті. Жазулар да біздікінде, көрдің бе? Бәсекелестеріміз пайда болды дейсің ғой, иә? Пайда болды. Бір жағынан жақсы емес пе? Не жақсы? Жігіттер енді не істейміз? Тауардың бағасын түсіру керек. Қайта-қайта түсіре береміз ғой тауардың бағасын. Не істейміз? Жаңа партизандық маркетинг жасаймыз.
иә ол деген ескіліктің қалдығы баяғыда тізе шығып кеткен. Әрбір жаңа идеяның астында ескі тәжірибе жататынын ұмытпа. Сіздер болды, салғаса бермеңдерші. Енді сендерде ортақ қарсылас пайда болды. Бірігетін уақыт келген сияқты. Бірігетін? Уақытша болса да. Уақытша болса уақытша кеттік, кірісейік болды жұмысқа. Бәрін жаз. Апай, ауыл бойынша таба жеткізіп беру тегін. Аман ата дүкеніне келіңіз. Аман ата дүкенінің жаңа акциясы. Теңгеге тауар алсаңыз жеткізу тегін. Ал қорытындылайық. Арман 18.150, мақсат 18.500. Yes! Жеңіс аз қалды. Сен одан да жататын жер іздей бір. Маған үйтіп қарамай қой. Анда-санда маған қонаққа келіп тұрасың. Жылынуға. Армандапсың. Қуануға әлі ерте. Дүкеннің жабылуына қанша минут қалды? 5 минут. 5 минут. 5 минутта кәдімгідей уақыт. Әлі күтеміз. Аға, саламатсыз, маған 2 келі ұн беріңізші. 2 келі ұн? Иә. Ей, құтқарушы мені. Міне, 350 теңге. Атың кім? Аббат. Аббат Арман деген жақсы жігіттерге қойылатын есім. Біліп жүр. Жарай ма? Сау бол ғой. 350 теңге жазып қой. Қойшы, қанша болды? Қостым ендеше есептен 18.500-ден. Айттым ғой, қуануға әлі ерте деп. Ал, сатушылар. Жарайсыңдар ей. Ал, қызым, кім жеңді сонда? Достық жеңді. Екеуінің табысы бірдей. Оппо. Жарайды. Онда сендер ана бос жәшіктерді сарайға алып барып тастаңдар. Оған дейін мен де бір шешімге келермін. Жарайды. Мынаның барлығын батыр? Иә. Алып кетіңдер. Уағалейкум ассалам. Ассаламалейкум, Дәулет. Менің жаңа үйімнің кілті дайын ба? Дүние мүлкіңізді шығарып үйді босатып қойдыңыз ба деймін. Ол не үшін? Қалай не үшін? Бүгін ақша беретін күніңіз. Сізде ондай ақша жоқ. Не жоқ? Бар. Бізде барлығы чики-чики ой, Дәулет. Күтпеген жағдай. Сізден ақшаны алу үшін осылай қинап тұру керек екен, Енді уайымдама. Бұдан бұлағыра ақшаңды уақытылы алып тұратын боласың. Жан бітейін депті, шал. Онда бәрін төлеп тастамайсың ба? Мықты екенсің. Енді жоқ, ай сайын төлеп тұрайын, Дәулет. Бәсе, солай десеңші. Осыған да шүкір. Ата, мұна қораптарды қайда қоямыз? Қазір, ана жерге қой. Сен ана қой. Мұна 2 шарлатан ағып жүр. Біз Жұмыс істеп. Мен сендерге не айттым? Ауылдың маңайына жолама дегенім қайда? Жігіттерді шақырып, көздеріңе көк шыбын емелетейін ба? Жоқ болыңдар. 3-ден санайын. Бәрі. 2. Тоқта, Дәулет. Бұлар еш қайда да кетпейді. Аман ата, сіз сонда мынай 2 алаяққа жақтасып тұрсыз ба?
арттарынан ит жетектедім. Бүгін ауылдан жоқ қылам бұларды. Мен саған бұлар еш қайда кетпейді дедім. Бұлар сонша кім болады сізге? Сонша жақтастыңыз ғой. Бұлар ма? Бұлар менің жиендерім. Жиен. Біздің үйге қонаққа келіп жатыр. Сондықтан бұларға мен жауап берем. Жауап береді. Егер сен ит жетектеткің келсе, мынам менен бастап көрген. Атынан бастан. Кімнен? Жарайды. Ауылдың құрметті ақсақалсыз ғой. Сендік, көндік. Бірақ бәрі чики болсын. Аманата. Мен ескертем. Мынау жиендеріңіз жиендік жасап, ұлыңыз секілді сазға батып кетіп жүрмесін. Сау бол! Пока. Чау. Шау. Самал! Сен бізге шай қойшы. Мына жиендерменен бір жақсылап отырып танысайық. Бәрі қойылсын. Ата, енді өзіңіз шешіңіз. Қайсымыз қаламыз? Жағдай былай. Бөлме біреу. Жататын орында біреу. Сондықтан, сол жерге бұлай сыйысып жатасыздар. Екеуміз ба? Енді. Ой, ата, болмайды олай. Мынау мен жатқан. Өлгенім артым. Тоқтат! Әлде мал қораға жатқыларың кеп тұр ма? Жоқ, біз... Бірақ бұлай келісіп алайық. Екеуің бірге жатасыңдар, бірге жұмыс істейсіңдер. Істейміз. Менің айтқанымды мүлтіксіз орындайсыңдар. Орындаймыз. Егер де бір жерден бір менің атыма кір келтіретін болсаңдар, келтірмейміз. Атып өлтірем. Жиен екендеріңе қарамаймын. Түсіндік. Көп болады нағаш ата. Онда жүріңдер шай ішейік. Бастасыншы. Ой. Өмір жалған толған арман тұнып тұрған бәсекеде бақталастық болуы шартырас екен. Қара суда ас екен, құм жиылса тас екен. Мен осылай, өмір деген бәсеке. Өмір деген бәсеке.